Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қызылшадан корейский салат жасайтын боламыз. Ең алдымен қызылшамызды осындай үккіштен өткізіп аламыз. Сосын сарымсағымызды чеснокотопкадан немесе үккіштен өткізіп аламыз. Сарымсағымызды қызылшаның үстіне салып, алма сіркемізді, сұйық майымызды және де дәміне қарай тұз, қарабұрышымызды саламыз. Сосын кориандр қосамыз. Менде кориандр болмағандықтан прованские травы қостым. Және де өз қалауларынша приправа қоссаңыздар да болады. Сосын қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа 1 түнге немесе 3-4 сағатқа қалдырамыз. Міне осымен біздің салатымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.